Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер. Міне мен сіздерге бүгін қысқаша биогумусты өңдеу жайлы айтып өтпекпін. Мына біздің қазір ручной ситамыз. Негізінде мына жерде мотор болған, мотор күйгендіктен біз қазір мынаны қолмен былай елеп жатырмыз. Сита. Ал енді мына біз үйіліп жатқан биогумустар, бұлар 2 күн болды, үстіне су шашылған жоқ. Елеп қол тимей жатыр су шашуға. Негізінде біз бұларға су шашып, сулап қоямыз. Бұлар асты су болып өзінің несін сақтау керек. Міне астыңғы жақтары міне су, қап-қара кәдімгі шай еленген дайын биогумустар. Ал енді мен сізге үлкен ситаны көрсетейін. Бұл негізінде ручной кішкене ситамыз. Ал енді мына жақта үлкен сита бар. Қазір сізге соны көрсетіп өтейін. Ал енді мына жер бізге биогумус болып кеткен, бұл жақтың бәрі шай. Бұл жерде біз келесі жолы елейміз деген немен қойдық. Мотор орнатқаннан кейін қазір қараңыздар, міне мына жердің шлаушандары міне өте ұсақталып кеткен. Көріне ме, көрінбей ме? Міне шлаушандары өте ұсақталып кеткен. Жіңішке, бірақ мына жердің өзі шайға айналып қалған міне. Кәдімгі қап-қара биогумус шай. Бұлар уже бірнеше айдан бері жатқандар. Октябрь, ноябрь, декабрьден бері жатқандар. Ал енді мына жақ 100 квадраттың жаңындегі несін елеп алдық биогумусын. Ар жақта тағы да бөлмеде биогумус бар, оны о жақты түсірген жоқпын енді. Қараңыздар, мына 100 квадратты біз уже елеп биогумусын сатуға дайындап қойдық. Сататын да жер керек қой. Ал енді мына біз үлкен сита. Бұл да ручной үлкен ситамыз, ручной. Енді 2 адам елеу керек. Ручной болғандықтан біраз қиналып жатырмыз. Енді мотор орнатсақ бұл жеңіл болады. Бұл біздің үлкен ситамыз. Ал енді мына негізгі биогумус өндіріп жатқан тағы бір жағымыз көрсетейін сізге. Қараңыздар. Мына менің оң жағымда қараңыздар, аударып тастағанбыз биогумусты. Біз бірінші мына үлкен жердің, мысалы ені 2 метр, ұзындығы 20 метр ғой, 40 квадрат жердің биогумусын мына оң жаққа қарай жинадық. Оң жаққа жинап тастап, сол жағына жаңадан тамақ тастаған болатымыз 2 ай алдын. Ал енді 2 ай бойы мына жерді ауладық, мына жаққа өтті, кеше аударып тастадық. Аударып біз кебуге дайындап жатырмыз. Енді мына жақтың өзін қараңыздар, 2 айдың ішінде қандай шайға айналып кеткен бұл жерлер. Міне қараңыздар, бұл жер уже шай болып қалған, шай. Мына шлаушандарының өзі өте жіңішке. Міне көзге көрінбес, бір шетін ғана ашып жатырмын. Міне қараңыздар, шлаушандар өте жіңішке. Көрініп тұр ма? Шлаушандар өте жіңішке, уже өзі шай болып қалған. Бұл жерде жейтін тамақ жоқ, міне қараңыздар. Жейтін тамақ жоқ, бұл же қап-қара биогумусқа айналып кеткен шай болып. Біз бұған жаңа көрім тастамай тұрмыз, өйткені мына жағын елейміз ғой. Елеп болғаннан соң мына жақ орын босайды. Мына жерден орын босағаннан кейін, осы орын мына жағын шетке қарай жинаймыз. Мына жақтың өзін бір шетке үйіп тастаймыз дағы, мына жаңа босаған жерге тағы да жаңадан тамақ тастаймыз. Сонда мына жақты елеп болдық. Сонан соң елеп болған жерге жаңадан корм тастаймын. Ал енді мына жақты мына жаққа үйіп, бұл жақтың да үстін ашып тастаймыз. Мынау сияқты үстін ашып тастап, келесі жағын жаңағы елуге дайындаймыз. Пока біз мынау жақтың бәрін үстін ашып тастап, үйіп, елеймін дегенше уже 1-2 ай өтіп қалады да, уже келесі жағы шайға айналып қалып жатыр. 2 айда уже биогумус дайын бола ма дейсіздер ғой. Өйткені ол шлаушаның санына байланысты. Мысалы мен 300 квадрат жер бар. 300 квадратты мен 3000 квадратқа жайуым керек еді. Ойлаңыздар, декабрьден бері қаншалықты, октябрьден бері, октябрь, ноябрь, декабрь, қараңыз. Бір жерге октябрьде, бір жерге ноябрь, бір жерге декабрь тасталған ғой. Солардың барлығы қазір шайға айналып кеткен. Мен оларды көбейіп те кеткен, олар жаятын жер жоқ болғандықтан, мен қазір биогумус бағытына кеттім. Ал мына жақта шай биогумус болып кеткен. Бұл жақты келесі жолда үйіп, бұл жақта дайындаймыз кезек-кезек, өйткені бәрін бірдей істеуге жұмыс күші жетіспейді менде. Сондықтан шетінен жаңағыдегідей осылай жайып істеп жатырмыз. Ал енді сізде қазір мына март, апрель жазда алғандардың барлығының уже 2 айдың ішінде шлаушандар көбейіп, астында биогумус пайда болған. Сіздерге не істеу керек? Мысалға, мынау сіздің биогумусқа айналған жеріңіз деп айтайық. Сіз 2 ай болды, шлаушаныңыз өте көбейіп кетті. Биогумус уже астында бар оның. Олар көбейгеннен кейін бәріне тамақ керек, жеп тастайды. Қанша енді биогумустың тез өндірілуі ол шлаушаның санына да байланысты. Шлаушаныңыз өте көп тығыз болғандықтан ол жерде тез жеп тастайды. Әр апта сайын үстіне 5 сантиметр жаңадан тамақ тастап отыруларыңыз керек. Біз мынаған неге тастамадық? Өйткені біз бұны елейміз, сол үшін біз тастамай отырмыз. Өйткені жаңа көрім тастайтын болсақ, желінбей ішінде қалып қалуы мүмкін. Сол үшін пока жатыр.
бұл жерді елеп алғаннан кейін ғана мына боковойға тастаймыз деген оймен отырмыз. Енді сіздің мына жерде шлаушаныңыз жатыр. Сіз осы шлаушанды аулап алыңыз, я болмаса мынандай жанына тамақ тастаңыз, осылай. Жаңадан тамақ тастаңыз да, осылай үстін жауып қойыңыз. Мына жақтың үстін ашып тастаңыз. Ішінде қалған құтқандар жейді өзі. Қалған құтқандар ақырын мына жаққа өтіп болам дегенше мына жақты жеп те болады. Сөйтіңіз де дәл осылай етіп, оны елеп алыңыз. Елеп ішінде шлаушандарымен жатыр. Бізде ана жер тамның бастырманың астында шлаушандарымен жатыр ішінде. Ол толық ауланып алынбаған. Шлаушанымен солай 2 айдан бері жатыр. Шілдеде біз бастағанбыз елеуді. 2 айдан бері уже жатыр ішінде шлаушан, әлі қанша жатады, ішінде қалған құтқандан шлаушандар жейді. 100%-ға айналады ол. Биогумус қанша жатқан сайын сонша оның құрамы өте күшейе береді. Гумикация жүреді. Бірақ құрғап қалмау керек. Біз сулап қоямыз, су сеуіп отырамыз анда-санда. Бізде қазір 2-3 күн болды, су сеуіп уақыт болмай қалды. Мотор бұзылып қалды. Соныменен су сеуіп алмай отырмыз. Ал енді сіздер осылай жанына көшіріп отырыңыздар. Шлаушанды қазір күн ыстық, сентябрь, октябрь күн біздің оңтүстікте жылы, осы жылы уақытты пайдаланып шлаушандар өте қатты көбейтіп алыңыздар. Ал шлаушан көбейтіп алғаннан соң осылай бірінен кейін бірі жаңа биогумусты өндіре бересіз. Заводтан шыққанда бір жағын елеп жатсаңыз, екінші жағы биогумусқа айналып жатады шлаушанның көптігінен. Сіздер қазір көбейтіп алыңыздар. Мысалы, мына 20 квадрат па, 20 квадратты 200 квадратқа көбейтіп алыңыздар. Болмаса 100 квадратқа тастаңыздар, жеріңіз аз болса. Шлаушан кең жерде жақсы көбейеді, ұрықты көп тастайды. Қазір мына жерде жұмыртқалар жоқ. Мына жерде бірен-саран жұмыртқа болмаса, жұмыртқа жоқ. Мұның іші қайнап жатқан шлаушан жетеді, ұсақталып кеткен шлаушан саны жетеді. Сондықтан бұны шай қылып тез жеп тастап жатқан себебі сол. Біз бұл жерде сатпаймыз, тек қана биогумус ғана елеп аламыз. Жаңа біресе оң жаққа үйіп, біресе сол жаққа үйіп, екі жағын кезек елеп алып отырамыз. Бұл жерде шлаушаны сатпаймыз. Тек қана сырттан 100 квадратты уже дайындап қойдық. Астын биогумусын елеп, жаңа тамақ тастап, ол жерге шлаушаны сап қойғанбыз, ол жақ уже сатылуға дайын. Кез келген уақытта мысалға клиент келсе шлаушан сұраса шлаушан береміз, биогумус сұраса биогумус береміз. Енді біз 2 бағытта да жұмыс істеп жатырмыз. Міне сіздер де осылай 2 бағытта жұмыс істеулеріңізге мүмкіндік бар. Басталып шлаушан сату шарт емес. Біздің негізгі мақсатымыз биогумус өндіру болғандықтан, міне осылай биогумустарды өндіріңіздер. Шлаушан саны қанша көп, миллиондаған шлаушаныңыз болса, сізде биогумус тез өндіріледі. 2 айдың ішінде, 1 айдың ішінде прям шайғып шашып жібереді. Олардың сан жағынан көп болатын болса, 1 айдың ішінде де жеп тастайсың салған қорымдарыңызды. Әрине біз бұл бірден көп салмаймыз. Мысалы біз басында мына жерге 10 см тастадық. 10 см тастап, сонан соң апта сайын 5 см-ден қосып отырдық. Соның өзінде жеп уже шайғып тастаған. Біз қазір уже бермей қойдық. Өйткені мына жақты елеп бола салысыменен мына жаққа тастаймыз да жаңа қорымды босаған жерге. Ал бұларды мына жаққа көшіріп, мынаның биогумусы таза болу үшін біз қазір бұл жаққа тамақ салмай қойдық. Міне осылай біз биогумусты өндіріп жатырмыз. Биогумус құрғақ, бастырманың астында жатса өте жақсы тұрады. Су сеуіп қоямыз анда-санда. Сулығы 60% болып тұрса, ішінде шлаушандар әлі де бар. Әлі қанша жатады көреміз. Біз қазір оны қаптап жатқан жоқпыз, тек қана елеп үлгере алмай жатырмыз сөздің ашқанда. Міне осылай 2 бағытта жұмыс істеңіздер. Шлаушанды қазір жылы күнде көбейтіп алыңыздар. Ертең ноябрь, декабрьден бастап күн салқын түскен кезде сіздер көрпесін қалыңдатып, үстін жылы жауып тастасаңыздар, уже көктемге сіздерге қыруар жерде мысалы 500 квадрат таспайсыз, 1000 квадратқа тастап үлгересіз ба, солардың бәрі көктемде сізге үлкен көлемде биогумус өндіріп береді. Ал енді мына жақ бізде сатылуға дайындалғандар. Мына ситамыз, мына айтып өттім. Қысқаша міне сіздерге осы мына жақта да үйіп тастағанбыз уже мындай биогумустарды елуге дайындап, жанына да боковой көрініп тұрған болар. Сіздер де осылай істеңіздер.